Қалай ойыншының алдамшылықтан құтылып, жаңа өмір бастауы мүмкін? Жауабы қарапайым. Сізге ғажайып керек. Бұл қатал және қатыгез естіледі, бірақ шындықтың қатыгездігі әрқашан осындай болған. Жақында ғана шыққан кішкентай ойыншының балладасы фильмі өтіріктерден, құмарлықтардан және құтқарудан тоқылған абсурдтық әңгіме. Макаоға барған достар біледі, бұл фильм құмарлық мұздығының пародиясы, ақшамен үйілген мұздық. Қалтаңыз терең болса, ақшаны судай шашып, мас күйде арманда өмір сүруді сезіне аласыз. Әрбір құмар ойын үстелінде жағдайды өзгертуді армандаған жан отырады, бірақ шынайы құмар ойын ешқашан фишка емес, ол адам табиғаты. Лорд Дойл Англияның асыл тұқымдысы, сыртқы келбетіне қарағанда жақсы киінген, сөз әдемі. Бірақ шын мәнінде ол банкроттық алдындағы құмарпаз. Бірнеше апта бұрын Дойл 957 мың фунт ақшамен Макаоға келген, бірақ қазірдің өзінде бәрін ұтылып қалған. Күн батқан сайын ол өзінің бақытты қолғабын алып, жоғары ставкалы өмірін бастауға шығады. Есікті ашпас бұрын, ешкім жоқ екеніне көз жеткізіп, басын сығалап шығады. Себебі Дойл осы қонақ үйден қарыз алған, бірақ қазір оны қайтаруға мүмкіндігі жоқ. Ол лифттен аулақ болып, өрт шығатын жолмен түседі, содан кейін қонақ үйдің фойесінен өтуге мәжбүр болады. Бірақ сонда да қонақ үй менеджері оны бірден байқап қалады. Қазір негізгі қарыз бен пайыздық үстемемен бірге Дойл 353 мың Гонконг долларын төлеуі керек, бұған соңғы күндері қонақ үйдегі түрлі шығындары кірмейді. Дойл бұған салқын қанды қарап, менеджерге бұл ұсақ түйек деп айтады. Бірақ бүгін сенбі, Лондон банктері 2 күндік демалыста, ал дүйсенбі банк мерекесі, сондықтан ақша келесі сейсенбіге дейін түспейді. Қонақ үй менеджері аздап күте тұрамыз дейді, әйтпесе полицияны шақыруға мәжбүр боламыз. Кабинеттен шығып қобалжыған Дойл ақыры жеңіл тыныстады. Шын мәнінде оның қалған капиталы аз, ал келесі қадамда ол бақытын ашатын казино табуы керек. Қарбаласқан адамдар арасынан өтіп бара жатып, Дойл қаңғыбас елес сияқты көрінеді. Қалтасындағы қалған ақшаға қарап, ол ақыры үлкен Баккара казиносын таңдайды. Баккара әлемдегі ең жылдам карта ойыны, кейде бір ғана ставкамен байлық ұтып немесе ұтылып қалуға болады. Қысқасы, бұл ойын тағдырды бір сәтте өзгерте алады. Баккараның ережелері келесідей. Әр раундта әркімге 2 беті төмен қараған карта беріледі. Ұпайлар 1-ден 9-ға дейін, ондықтар мен бет карталары 0 ретінде есептеледі. Ең жоғары ұпай 9, ең төмені 1. Екі жақта карталарын ашқан соң ұпайы жоғары жақ ұтады. Қарт әженің банкир ретінде қатарынан ұтып жатқанын байқаған Дойл, оның бақытының бітетініне сенімді болады. Дао Мин осы казиноның тартушысы, оның мақсаты қалтасы қалың құмарпаздарды тауып, ақша ұтылғанда қарыз қызметтерін ұсыну. Дойл ставка қоя отырып сөйлеседі, ол осы жолы үлкен ақша ұтатынына сенімді. Алдындағы сенімді ер адамды көрген Дао Мин, сақ бол деп сыбырлайды, өйткені қауесет бойынша қарт әженің байлығы тұтас елдің байлығына тең, ал бақыты әрқашан күлкілі жақсы болады. Дойл өзінің пайымына берік, бірақ осы жолы қалтасындағы соңғы тиынға дейін ұтылады деп ойламайды. Бірнеше раундта қарт әже үстелдегі барлық фишкаларды ұтып алады. Осы сәтте Дойл ұятты күйде, әмиянын тексергенде тіпті сусынға ақша жетпейтінін көреді. Мұны көрген Дао Мин жақындап келіп, мұндағы бизнес бірден 20 мың ақш долларын босата алады, 15% пайызбен өңдеу ақысы деп айтады. Дойлдың көзі жарқырап, Дао Миннен үлкен лимит ашуды сұрайды. Сол кезде қарт әже Дао Минді келеке етіп, бұл адамның жүзі бақытсыздыққа толы, бір қарағанда күші түгесілген, сондықтан бұл мәміле жасалмауы керек деп айтады. Дао Мин әжені елемей, Дойлдан алдымен сусынның есебін төлеуді сұрайды, содан кейін қарыз туралы сөйлесеміз дейді. Өзін анықталғанын білген Дойл, сабырлы болып көрініп, Дао Минге тағы бір бөтелке шампан тапсырыс бер деп айтып, дәретханаға бара жатырмын, қазір қайтамын дейді. Сөйлесіп болған соң, ол казинодан шығып кетеді. Дойлдың фигурасын қарап тұрып, Дао Мин тыныштықпен, ол шынымен құтқарылмайтын адам деп айтады. Келесі күні таңертең Дойл қонақ үйдің президенттік люксінде оянады. Теледидар Макао спутниктік телеарнасынан жаңалықтар көрсетіп тұр. Бүгін Құдайлар фестивалінің алғашқы күні, азаматтар қайтыс болған туыстарына өртену құрбандықтарын дайындап жатыр. Дойл қоршаған ақпаратқа мән бермейді, ол тек келесі не істеу керектігін ойлайды. Күн батқан кезде Дойл шатырдан құлап бара жатқан фигураны көреді.
Мұқият қараса, біреу секірген. Қандай да бір себеппен ол тұрақ орнына тартылады. Әдетте секірушілер құмарпаздар болады, ал ол өзі де сол қадамға жақын емес пе? Қызығушылықпен жақындағанда қанды және қорқынышты көрініс оны дірілдетеді. Полиция біреуді көндіріп жатқан сәтте, Дао Мин тез арада оқиға орнынан қашып кетеді. Өзінің ақшасы әлі қамтамасыз етілмегенін ойлаған Дойл, Дао Миннің соңынан оның үйіне барады. Бұл біраз ескірген тұрғын үй кешені, сәулет стиліне қарағанда кемінде 50 жылдық. Дао Мин Дойлға ойын ойнағанда қолғап киетін ер адамды ешқашан көрмегенін айтады. Ол алғашында Дойлды кәсіпқой деп ойлаған, бірақ бақылағанда ол тек ақшасыз бақытсыз жігіт екенін түсінген. Сыртқа шығып, Дойл Дао Миннен қарыз алуды сұрайды, өйткені ол қатарынан ұтылып келеді, сондықтан үлкен ұтыс жақын деп сенеді. Егер Дао Мин көмектессе, ол міндетті түрде көбірек қайтарады. Дао Мин жауап бермей, Дойлды жақын маңдағы ғибадатханаға апарады. Олар мұнда көп сөйлеседі. Дао Миннің Дойлға деген сезімі бар екені байқалады, сондықтан оны қуып жібермейді. Білмей-ақ олар теңіз жағасына жетеді. Алыстағы ғибадатханадағы зұлым елес мүсінін көрген Дао Мин, аш құдайлар фестивалі бір аптадан кейін деп айтады. Адамдар өлі жандарға құрмет көрсету үшін өртену құрбандықтарын жағады. Дойл бұған мән бермейді, ол тек Дао Миннен ақшалуды көздейді. Осы сәтте Дао Мин өте сабырлы, Дойлдың қиялдарын тыңдап ұйықтап қала жаздайды. Дао Мин өзінің мүмкіндігі қалмағанын айтады, бұл ертеңгі секірген құмарпазға сілтеме шығар. Кейбір тартушылар үшін қателік жасаса, құмарпаздың қарызы оларға ауысады. Келесі күні таңертең Дойл есін жинап оянады, бірақ Дао Мин жоқ. Ол қолынан құмды қағып тұрғанда бейтаныс сандар тізбегі көрінеді. Бұл Дао Мин қалдырған хабар шығар деп ойлап, Дойл ол жерден шығып кетеді. Қонақ үйге қайтып, Дойл сандарды қайта қарайды. Бұл телефон нөмірі емес, бірақ нені білдіреді? Ол бірден қызыл костюм киіп шығады. Ол қазір Дао Минді табуы керек. Лифт есіктері жабыла жаздағанда бұйра шашты әйел кенеттен кіріп келеді. Бұл әйел лифт ішінде телефонымен селфи жасай бастайды, тіпті Дойлды да кадрға кіргізеді. Бірдеңе дұрыс емес екенін сезген Дойл лифттен ерте шығады. Ол ешкімнің суретін түсіргісі келмейді, өйткені оның жеке басы құпия жасырады. Қуғындаудан кейін Дойл әйелді дәретханада тоқтатады. Оның аты Блайт, ол жаңа ғана түсірген селфиді өшірмейді. Дойл өшірмесең де болады, бірақ 500 ақш доллары өтемақы төле деп айтады. Блайт оны ақылсыз кедей деп мазақ етеді, содан кейін мистер Райли деп айқайлайды. Мұны көрген адам Блайттың әрекеті әдейі болғанын, ал Дойлдың шын аты Рой Райли екенін болжай алады. Олар бір-бірін қуып, жалтарып жүреді. Дойл Блайттан құтылдым деп ойлайды, бірақ бұрылса, ол әлдеқашан оны нысанаға алған. Қорқынышты ұрлық ісі ашылады. Дойлдың аты шынымен жалған, тіпті лорд атағы да жалған. Ұлы Британияда ол активтерді басқару компаниясының қызметкері болған, лауазымын пайдаланып, 2 клиенттің зейнетақы қорын, жалпы 957 мың фунтты ұрлап алған. Блайт өзін жеке тергеуші деп таныстырады, өйткені клиенттер полицияның тиімсіздігіне қанағаттанбаған, олар оны Макауға Райлиді қадағалау үшін жіберген. Өзі штабқа жіберген ақпаратқа сүйене отырып, полиция Дойлдың Райли екенін растады. Қазір клиенттердің талабы: егер Райли 24 сағат ішінде ұрланған ақшаны қайтармаса, Блайт оны жергілікті полиция арқылы экстрадициялайды. Айыптауды естіген Райли абдырап қалады, бірақ Блайттың кетуін амалсыз қарап тұрады. Лорд рөліне үйренген шығар, ол Блайтты қорқыту үшін алдамшы сөздер айтады. Бұл керісінше Блайтты ашуландырып, сұрақтар тізбегін бастайды. Әр сөйлем Райлиді ұятты етеді. Дойлдың лорд бейнесі төмен сапалы, әуесқойлық, тіпті аты да арзан көрінеді. Бір сәтте секірушінің бейнесі Райлидің ойында жарқ етеді. Блайттың қысымы оны қобалжытқан сияқты. Сондықтан өмір сүргісі келсе, Дао Минді табуы керек. Түн түскенде Дойл Дао Миннің тұрғын үйіне асығады, бірақ іші бос, ешкім жоқ. Есік астындағы карташаны байқап, оның үстінде Гонконгқа тиесілі Лемми аралының мекен-жайы жазылған. Дао Миннің Гонконгтық екенін ескере отырып, Дойл оның туған жеріне қайтқан шығар деп болжайды. Осы оймен Дойл жеке тұраққа барып, досы Липитті табады. Оның мақсаты Липиттен өзіне қарыз 8 мың Гонконг долларын қайтару, содан кейін Макаудан Лемми аралына кету.
Липид немқұрайлы тыңдайды, сөйлесіп тұрып әмиянын шығарады. Әңгімеден Липидтің жағдайы да жақсы емес екені байқалады. Кейін Липид Дойлды мейрамханаға апарып қонақ етеді, сөйлесу барысында Райлидің атын айтады. Сол сәтте Дойл досының сатқанын түсінеді. Липид бұған мән бермейді, оны шантаж жасамадым деп айтады. Липид Дойлға қатыгез болу керек, әйтпесе бұл салада тұрақтай алмайсың деп ақыл айтады. Сөйлесіп болып, Липид тұрып кетеді, ал Дойлға есепті төлеуді ұмытпайды. Райли есепшотқа қарап, жаңа ғана алған 2000 Гонконг долларын шығарады. Түн ортасында Райли қалған ақшасымен шағын қайықпен Лемми аралына барады. Қайықта ол көп ойланады. Өмірдің мәні не? Ақшаны судай шашу, және мас арманда өмір сүру ме? Соңында ол құмарлыққа бас иген бос қабық қана, ал эмоционалдық тұрақтылық оның соңғы мақсаты. Бір сәтте секіру көрінісі қайта пайда болады, қазір тек Дао Мин ғана көмектесе алады. Қайықтан түскен соң, Райли буфет мейрамханасына барып тойып жейді. Қалтасы бос болғандықтан есеп төлемей қашуды тәуекел етеді. Бірақ есікте күзетшілер бар, мұндай жоғары деңгейлі мейрамханалар дайын. Амалсыз ол орнына қайтады, көп ұзамай залда жалғыз қалады. Осы кезде даяшы келіп есепті сұрайды, Райли әмиянын шығарған болады. Әрине, оның тиыны жоқ, әмиянда тек Лемми аралының карташасы бар. Сол сәтте Райлидің көзі бұлыңғырланады, содан кейін Дао Мин алдында пайда болады. Осы сәтте Райли құтқарушы сабанға жармасқан сияқты, бірақ бірнеше сөз айтпастан апат болады. Қанша уақыт өткені белгісіз, бірақ Райли Лемми аралындағы балық аулайтын аймақта оянады. Оның ауыр жүрек ауруы бар екені белгілі болады, сондықтан қатты қобалжудан есінен танып қалған. Қоршаған ортаға мұқият қараса, бұл Дао Миннің туған жері. Қарапайым жиһаз, қарапайым киімдер, бәрі күнделікті өмірдің ауасын шығарады. Дао Мин жергілікті әдіспен бір кесе жеңшен сорпасын пісіреді. Райли алғаш рет үйдің жылылығын сезінеді. Ол қобалжиды. Дао Минді ақша үшін іздеді ме, әлде эмоционалдық босылықты толтыру үшін бе? Түнде олар төсекте жатып, бір-біріне жүректерін ашады, өткен туралы сөйлеседі. Райли Дао Минге өзінің алаяқ екенін айтады. Клиенттердің ақшасын ұрлап, Макаоға келген, бірақ қазір қайту жолы жоқ. Дао Мин күлімсірейді, ол көп адамды көрген, оны әлдеқашан түсінген, бірақ ашпаған. Содан кейін Дао Мин өзінің өткенін айтады. Ауылында қыздар жаман белгі ретінде көрінеді, сондықтан өскенде үйден кеткен. Бірақ сыртқы әлем үйден де жаман, суық және әр жерде алдау мен шірік толы. Сөйлесіп тұрып, ол бірнеше күннен кейінгі аш құдайлар фестивалін айтады. Дао Миннің айтуынша, қауесет бойынша құмарпаздар өлген соң аш құдайлар әлеміне түседі. Ол құдайлардың ауыздары кішкентай, өзендер мен теңіздерді жұтса да мәңгі шөлдейді. 3 күннен кейін Райли оянады, бірақ Дао Мин қайта жоқ. Осы күндері құтқарған үшін алғыс ретінде ол жақын базарға барып, көкөніс сатып алады, содан кейін түскі ас пісіреді. Ұзақ күткен соң Дао Мин әлі қайтпайды. Сол кезде сырттан шу естіледі, ол дыбыстың соңынан жүріп, қарама-қарсы жақтағы шағын үйді көреді. Қызығушылықпен барып, есікте комбинациялық құлып барын көреді. Қолындағы сандар тізбегін есіне түсіріп, ол құлыпты ашады. Бөлме бірнеше шаршы метр ғана, бұл тор құю және балық өсіру орны екені байқалады. Есік панелін ашып, Райли торларды шығарып қарауды шешеді, өйткені Дао Мин сандар қалдырған, оның мәні бар шығар. Райли таң қалады. Алдындағы банкноттар 2 миллион Гонконг доллары, бұл оның өмірін өзгертуді армандаған капиталы. Бірнеше секунд ғана ойланып, ашкөз табиғаты ақылын жеңеді. Ол сөмкедегі ақшаны үстел астынан төгіп, рюкзакқа салады. Барлығын істеп болып, хабар қалдырмай, Лемми аралынан кетеді. Макаоға қайтып, Райли Лорд Дойлдың пальтосын қайта киеді. Ол соңғы жоғары ставкалы құмар ойын өткізгісі келеді, ұтылғанның бәрін қайтаруды, соның ішінде ақша, абырой және даңқты. Қайта қарапайым баккара, ол бақытының өзгергеніне сенімді. Таңқаларлығы, бәрі оның болжамына сай, бақыты шынымен қайтады. Оннан астам қолда Дойл қатарынан ұтады, тіпті 9 ұпайды 7 рет қатарынан алады. Бірнеше сағатта ол қолындағы 2 миллион Гонконг долларын 8 миллионға айналдырады. Кейін тұрып жатқан 5 жұлдызды қонақ үйге келеді. Дойл енді менеджер мен даяшылардан қашудың қажеті жоқ. Дойл көп ақша ұтқан болса да, барлық қарызды өтеуге жетпейді.
Таң қаларлығы, ол ұтқан соң бақытты емес, керісінше Дао Минге қиянат жасадым деп ойлайды. Осы сәтте ойында дауыс пайда болады. Саған әлі қайту жолы бар. Бассейннен шығып, Дао Минге деген кінәсі тереңдейді. Құлақ проблемаларынан басқа Дойл галлюцинациялар көреді. Бұл Дао Мин айтқан аш құдайларды есіне түсіреді. Ол ақша ұтқаным аш құдайдың әсерінен бе деп ойлайды. Бірден кейін Дойл Баккара казиносынан шақыру алады. Менеджер 9 ұпайды 7 рет қатарынан алудың ықтималдығы естімеген. Бұл бақытта, кездейсоқтықта емес деп айтады. Арнайы бақылау камерасынан Дойлдың артында фигура тұрғаны анықталған, яғни Дойл аш құдайға ие болған. Қандай ойын ойнаса да ұтады, ешкім қарсыласы болмайды. Менеджер мұндай зұлымдықтардың прецеденттері бар деп айтады. Сондықтан казиноның ережесі бойынша Дойлға казиноға кіруге тыйым салынады. Қонақ үйге қайтып, Дойл ондаған фунт тағамға тапсырыс береді, бірақ қанша жесе де тоя алмайды. Ол шынымен аш құдайға ие болған шығар, өйткені оның әрекеті қисынға сай келмейді. Одан да өлімтігі, Дойл құсқан кезде айнаға қараса, өзінің аш құдайдың келбетінде екенін көреді. Амалсыз және азаптан шаршаған Дойл казиноға қоңырау шалып, шешуші құмар ойын өткізгісі келетінін айтады. Ұтса да, ұтылса да Макадан кетіп, ешқашан қайтпаймын дейді. Бұл казино үшін ұтуға кепілдік, сондықтан олар келіседі. Сол түні Дойл 8 миллион Гонконг долларын алып шығады. Ол ұтылсам секіремін, ұтсам қарыздарды өтеймін деп шешкен. Осы кезде хабар естіген Блайт уақытында келеді. Алдымен Дойлды ашулы сөгіп, содан кейін полиция шақырамын деп айтады. Дойл бұрылып, Блайтқа қазіргі ақша фунтқа ауыстырғанда әлі аздап жетпейді. Ол қарызды тек 2 клиентке ғана емес деп айтады. Сондықтан бүгін түнде бәрін салуы керек. Түннен кейін барлық қарызды өтеймін немесе өліммен кешірім сұраймын. Дойлдың шешімді көзіне қарап, Блайт таң қалады. Көп қылмыскер көрген болса да, мұндай ер адамды көрмеген. Көрініс ауысады. Баккара казиносына қайта келгенде, ол жоғары деңгейлі казино инспекторлары мен әртүрлі салалардағы атақты адамдарға толы. Келесіде барлығы әлемдегі ең үлкен құмар ойынды көреді, ал казино шақырған қарсыласы Липит. Осы сәтте оның жеке басы Монте-Карлоның ханзадасы Лоренцо ретінде, Липит қайдан да болса үлкен ақшалдап, өзін ханзадаға айналдырған. Артық сөз айтпай, Дойл фишкаларын алға итеріп, шешуші құмар ойын ресми басталады. Ставкалар қойылған соң, дилер 2 негізгі картаны Дойлға бірінші береді. Осы кезде ешкім карталарды білмейді, барлығы демін ішіне тартып күтеді. Дойл 2 картаны мұқият тексереді, бірақ нәтиже бұрынғыдан нашар. Ереже бойынша оннан артық ұпайлардан 10 алынады. Сондай-ақ қосымша карта алу құқығы бар, яғни Дойл бір ғана ұпай алса да, жағдайды өзгерту мүмкіндігі бар. Кейін Липитте карталарын алады, ол жай ғана қарап карталарын лақтырады. Липиттің ұпайы 7, яғни Дойлдың қосымша картасы 7 немесе 8 болуы керек. Статистика бойынша Дойлдың ұту ықтималдығы өте аз. Тағдырын шешетін соңғы картаға қарап, Дойлдың қобалжуы байқалады. Дойл ұтады, ол бір сәтте 8 миллион Гонконг долларын 16 миллионға айналдырады. Кенеттен келген үлкен байлыққа қарап, Дойл бұрынғы шешіміне сай әрекет етеме. Бірнеше сағаттан кейін Дойл сөзінде тұрады. Сол күнгі айырбас бағамы бойынша 957.000 фунтқа тең Гонконг долларын Блайтқа қайтарады. Блайт бұған сенбейді. Кейін Дойл қонақ үйден салтанатты шығады. Ол осы ақшаны Дао Минге қайтаруды және оның жеке қарыздарын өтеуді көздейді. Кетер алдында Дойл даяшыға бір орам Гонконг долларын береді. Дәл осы даяшының нұсқауы оны сол казиноға апарған. Қашан басталғаны белгісіз, бірақ Дойл шампан мен сигараны жек көреді. Бұл оның ойының өзгергенін көрсетеді. Көп ұзамай Дойл 2 қорап Гонконг долларын алып, Дао Миннің казиносына келеді. Бірақ оны қарсы алған басындағы қарт әже. Дойлдың келетінін естіп, ол арнайы құмар ойын үстелін дайындаған. Осы кезде Дойлдың ойын ойнауға ниеті жоқ, бірақ қарт әже бірден 600 ұсынамын деп айтады. Яғни Дойл 2 қорап Гонконг долларын қойса, ұтса 1200 қорапты алып кете алады. Қарт әже ақшаға мән бермеймін, тек Дойлдың мені жеңуін қалаймын дейді. Мұндай азғыруға ешкім шыдамас, бірақ Дойл өзін ұстап, құмар ойын ойнамаймын деп мәлімдейді. Қарт әже бұл нәтижеге таң қалады.
Дойлдың Дао Минді іздеп келгенін білгенде, Дао Мин аш құдайлар фестивалінің алғашқы түнінде өзенге секіріп, өз-өзіне қол жұмсады деп айтады. Бұл жаңалық Дойлдың кінәсін шарықтатады. Ол өзіндегі аш құдайдың не екенін түсінеді. Кейін ол Дао Миннің тұрғын үйіне жүгіріп, қатты айқайлайды. Дойл қарт әженің сөзіне сенбейді, жүрегінде Дао Мин әлі тірі деп ойлайды. Жоғарғы қабаттағы бөлме құлыпсыз, ол әлдеқашан бос және шаң басқан. Осы жерден табылған карташаны ойлап, оны шығарып қарайды. Лемми аралын белгілегенін көріп, бұрын көргендерінің галлюцинация екенін түсінеді. Буфет мейрамханасындағы Дао Мин жоқ, бірақ жүрек ұстамасынан есінен тануы шынайы. Көзге көрінбейтін әлемде Дао Миннің жаны Дойлды бағыттап, өмірін өзгертетін капитал алуға көмектескен. Әлемде шынымен құдайлар мен рухтар бар ма? Басқалар сенбесе де, Дойл бәрін кездейсоқтық емес екенін түсінеді. Дао Мин оны құтқару үшін аспаннан жіберілген періште. Сол сәтте сыртта отшашулар аспанды толтырады. Бүгін аш құдайлар фестивалінің соңғы күні екені белгілі болады. Дәстүр бойынша адамдар бүгін түнде өлі жандарға құрмет көрсету үшін өртену құрбандықтарын жағады. Бір сәтте бірдеңені ойлап, Дойл ақша қорабын алып, сол түнгі ғибадатханаға жүгіреді. Қарбаласқан адамдар арасынан өтіп, соңғы сәтте жетеді. Еш ойланбастан қалған ақшаның бәрін пешке шашады. Тек осылай ғана Дао Минге деген кінәсін өтей алады. Банкноттар күлге айналғанда жалындаған отпен бірге ашкөз лорд Дойлда толық өледі. Ғибадатханадан шыққан қиялда адасқан құмарпаз емес, ақыры өзін тапқан Райли. Барлығын істеп болып, Райли сол түнгі жағажайға келеді, бүкіл денесі жеңіл. Бір сәтте теңіз суы оның келбетін көрсетеді. Аш құдай шынымен оған ие болған, бірақ аш көздігі сөніп, ол баяу жоғалады. Райлидің барлық сезімдері қайтады, ол келесі өмірін қалай сүруді біледі. Осылайша фильм аяқталады. Кішкентай ойыншының баладасы құмарпаздың қайта оралуы туралы әңгіме емес, ол адам табиғатының батқан және құтқарылған элегиясы. Дао Мин кейіпкері тартушыда, құмарпазда болған, соңында ол мен Райли бір жолдағы адамдар. Жеке қарыз үшін күнә жасап, Дао Мин аш құдайлар әлеміне түсіп, аш құдайға айналып, Райлиге жабысып, ішкі ар-ұжданның бағыттауы арқылы оның аш көздігінен арылуға көмектескен. Райли ақыры құтқару жолын аяқтайды, сонымен бірге Дао Миннің ұзақ уақытқа арманы орындалады. Райли ұтқан үлкен ақшаны өртегенде, ол тек шіріп өзін ғана емес, өмірдің мәнін түсінуді де өртейді. Бұл фильм көп ой қалдырады, қалғанын достар өздері сезінсін. Соңында барлығына тәкаппарлықты, қызғанышты, ашуды, жалқаулықты, аш көздікті, тойымсыздықты және құмарлықты бақылауды тілеймін, өйткені олар